Ертеде бір қалада бір-біріне өте жақын екі бала өмір сүрді. Олардың аты Кай мен Герда еді. Олар көрші үйлерде тұратын, бір аулада ойнайтын, және бір-бірін туған бауырындай жақсы көретін. Жаз күндері терезе алдындағы жәшіктерге гүл отырғызып, қыс келгенде қардан түрлі мүсіндер жасайтын. Балалар үшін әлем сол кішкентай ауладан басталып, сол жерде аяқталатындай көрінетін. Бір күні алыстағы бір зұлым сиқыршы адамдарды алдау үшін ерекше айна жасап шығарды. Бұл айнаға қараған адам жақсылықты көрмей, тек жамандықты ғана байқайтын болды. Әдемі нәрсе ұсқынсыз болып, мейірімді адам суық болып көрінетін. Сиқыршы айнасын бүкіл әлемге таратқысы келді. Бірақ айна аспанға көтерілген кезде сынып кетіп, оның ұсақ сынықтары жан-жаққа шашылып түсті. Кейбір сынықтар адамдардың көздеріне, ал кейбірі жүректеріне кіріп кетіп, олардың мінезін өзгертіп жіберді. Сол күндердің бірінде дәл сондай сынық Кайдың көзіне және жүрегіне түсті. Осы сәттен бастап ол мүлдем өзгеріп шыға келді. Бұрын жақсы көретін гүлдерді енді мазақ ететін, Герданың сөзін тыңдамайтын болды. Оның жүрегі суып, мейірімнен алыстай түсті. Герда досының не себепті өзгергенін түсінбеді, бірақ оны бұрынғыдай жақсы көріп, үнемі уайымдап жүрді. Қыс түскен бір суық күні қала алаңында ақ шанамен келе жатқан сұлу да суық жүзді әйел пайда болды. Бұл қар ханшайымы еді. Ол Кайға жақындап, оны өз шанасына отырғызды да боранның ішіне алып кетті. Кай қар мен мұздың арасында көзден ғайып болды. Герда досының жоғалып кеткенін білгенде қатты қайғырды, бірақ оны іздеуге бел буды. Ол Кайды табу үшін жалғыз өзі ұзақ сапарға аттанды. Алдымен Герда үлкен өзенге жолықты. Ол өзеннен Кайды көрмедің бе деп сұрады, бірақ өзен тек баяу ағып жолды нұсқағандай болды. Кейін ол әдемі бақта тұратын қарт әйелге кезікті. Әйел Герданы өз жанында қалдырғысы келді, алайда Герда досын ұмытпай жолын жалғастырды. Ол қалың орманнан өтті, қарақшыларға тап болды. Бірақ олардың арасындағы кішкентай қыз Герданың батылдығына таң қалып, оған көмектесті. Ұзақ жолдан кейін Герда алыстағы суық солтүстікке жетті. Мұнда бәрі ақ түсті, айналаны қар мен мұз басып жатқан еді. Ақыры ол қар ханшайымының мұздан салынған үлкен сарайын тапты. Сарайдың ішінде Кай отырды. Бірақ ол Герданы танымады. Оның көзі де, жүрегі де мұздай суық болатын. Кай мұз кесектерінен әріптер құрастырып, мәңгілік деген сөзді жазуға тырысып отырған еді. Герда оны көріп, көз жасына ерік берді. Оның көз жасы шынайы махаббат пен достықтан туған еді. Сол жас Кайдың жүрегіне тамғанда, сиқырлы әйнектің сынығы еріп кетті. Кай бәрін есіне түсіріп, Герданы таныды. Балалар бір-бірін құшақтап, ұзақ уақыт жылады. Осы сәтте қар ханшайымының сиқыры әлсіреп, оның билігі жойыла бастады. Кай мен Герда бірге үйлеріне қайтты. Олар жол бойы көктемнің қалай келгенін, қардың еріп, гүлдердің қайта ашылғанын көрді. Өз үйлеріне оралғанда, олар бұрынғыдан да ақылды, мейірімді болып өсті. Бұл оқиға оларға ең үлкен күштің суықта емес, жылулықта, ал ең мықты сиқырдың достық пен махаббатта екенін түсіндірді. Осылайша, қар ханшайымының суық әлемін адам жүрегіндегі жылулық жеңіп шықты. Үндістанда су тасығыш бір кісі екі шелек алып, иін ағашпен су таситын болса керек. Алайда екі шелектің біреуі тесік екен. Бүтін шелек өзіне құйылған суды қожайынның үйіне сол күйі шашау шығармай жеткізеді екен де, ал тесік шелек болса, толтырып құйылған судың үйге жеткенше жол бойы сыздықтатып отырып, әрең дегенде жартысын ғана апаратын көрінеді. Бұл жағдай дәл солай тұп-тура 2 жыл бойы жалғасыпты. Су тасушы күн сайын қожайынның үйіне толықта 2 шелек емес, 1,5 шелек қана су жеткізіп жүріпті. Сау шелек өзінің қалтқысыз қызметін мақтаныш көрген сайын, тесік шелек байқұстың іштей мұңайғаны сонша, жерге кіріп кете жаздап ұялып, өзін қатты ыңғайсыз сезінеді екен. 2 жыл өтіп, бір күні әдеттегідей өзен жағасына тағы барғанда, шыдамаған тесік шелек су тасушыға қысыла қымтырыла,
сізден кешірім сұрасам деп едім. Білсеңіз, ылғи алдыңызда ұяттан өртене жаздаймын, депті, назарын төмен салған күйі. Таң қалған су тасушы, неге? Деп сұрапты. Шелек, өйткені менің бір бүйірім тесік болғандықтан, ылғи да сіз толтырып құйған судың жартысын ғана жеткізіп, өзіме жүктелген міндетті толық орындай алмай жүргеніме іштей қатты қысылам. Менің кесірімнен сіз де өзіңізге тиесілі төлем ақыңызды толықтай ала алмай келесіз, дегенде су тасушы, оған бола қайғыратын түк те жоқ. Одан да қожайынның үйіне баратын жолдың сен жағындағы гүлдерін бір байқашы, депті жай ғана. Тесік Шелек байқаса, қожайынның үйіне жеткенше жолдың өзі жағы шынында жапырағы жайқалған, иісі аңқыған небір гүлдерге толы екен. Тіпті әлгі гүлдерге қызуы жақсы түсіп тұрған күнді де байқапты. Сонда су тасушы, көрдің бе? Деп сұрапты. Бұл сендегі кемшілікті менің байқағандығым, әрі оның өз жөнін тауып орайластыруымның жемісі, деп сөзін жалғастырыпты. Жолдың сен жағына әдейілеп гүлдер ектім. Ал сен болсаң, күн сайын біз өзеннен су алып қайтқанда оларды суарып тұрдың. 2 жылдан бері осы әдемі гүлдерден апарып, қожайынды таң қалдыра, дастарханын жайнатып келдім. Егер сен тесік болмағаныңда, қожайынымыздың үйінде мұндай әдемілік болмас еді, деп түсіндірген екен. Пенде болған соң, тесік Шелек секілді әркімнің де өзіне мәлім кемшіліктерінің болары сөзсіз. Алайда, кемшіліктен қуыстанып, қорқа беруде жөн емес. Қайта сол кемшіліктен де адам өзіне қажетті үлгі ала білсе, оның да басқалардың қуанышына жарамасына кім кепіл? Ертеде таудың етегіндегі шағын қалада Аран атты ұқыпсыз, жайбасар, бірақ жүрегі таза бір бала өмір сүріпті. Ол ешқашан уақытқа мән бермейтін, сабаққа кешігеді, шаруасын ұмытады, достарына кеш келеді. Бір күні ол кешіккені үшін ұстазынан қатты ескерту алады. Кеш бата Аран қала сыртындағы ескі көпірден өтіп бара жатып, бұзылған көне сағаттарды жөндеп отырған бір таңғажайып қартты көреді. Қарттың көздері жұмсақ, бірақ өте терең екен. Уақытың тағы жоғалды ма, балақай? Дейді қарт. Аран таңырқайды. Иә, мен уақытты ұстай алмаймын. Қарт күлімсіреп. Ендеше саған бір ерекше зат беремін. Бірақ оны дұрыс қолдан алмасаң жоғалтасың. Ол балаға көне қалта сағатын береді. Сағаттың артында уақытты қадірлеген, өмірді қадірлейді деген жазу бар екен. Ертеңіне Аран сабаққа барарда сағаттың тілі кенет баяу жылжи бастайды. Сол сәтте айнала қозғалысы да баяулап, адамдар өте жай жүре бастайды. Аран өзіне уақыт қосылғанын түсінеді. Тамаша, мен енді ешқашан кешікпеймін, деп қуанады. Алайда қарттың ескертуі есіне түспейді. Алғашқы күндері Аран қуанып жүрді. Сабаққа үлгереді, ойынға да барады, үй тапсырмасына да. Бірақ уақыт тоқтай берген сайын ол өзіне тым сенімді, жалқау, еріншек бола бастайды. Қоя салсам да үлгерем, бәрібір уақыт менікінде деп ойлайды. Бір күні сабақты мүлде дайындалмай келеді. Сағатты баяулатқысы келгенде ол іске аспай қалады. Тілдері тоқтап қалған. Неге жұмыс істемедің? Деп ашуланады Аран. Сағат ішінен әлсіз сыбыр естіледі. Уақытты қадірлемеген адамға уақыт қызмет етпейді. Келесі күні Аран сағатты қайта бұрап көрмек болады. Сөйтсе, бүкіл қала тып-тыныш. Құстар ұшпайды, жел соқпайды, адамдар қозғалыссыз, тіршілік тоқтаған. Ол жалғыз қалғандай сезінеді. Мен бәрін тоқтатып алмадым ба? Деп қорқады. Осы кезде қарттың дауысы алыстан шығады. Уақыттың шын құндылығын енді түсіндің бе, Аран? Қарт оның жанында пайда болады. Сен уақытты көп деп ойладың. Бірақ уақыт өзен. Оны тоқтатсаң, батпаққа айналады. Адам уақытпен бірге жүрсе ғана өседі. Оны өзімшілдікке емес, жақсылыққа қолдан. Ендеше мен не істеуім керек? Дейді Аран. Қарт күлімсіреп. Сағатты сындыр. Аран шошып кетеді. Бірақ ол менің жалғыз мүмкіндігім ғой. Жоқ, балам. Сенің мүмкіндігің өз жүрегіңдегі тәртіп пен адалдық. Сағат соның сынағы ғана. Аран батылдықпен сағатты жерге қояды да ақырын басады. Сағат сынып кетеді. Сол сәтте әлем қайта қозғалып,
Шу, өмір, адамдардың жүрісі қайта жалғасады. Содан бері Аран уақытқа ерекше құрметпен қарайды. Ол ешқашан кешікпейді, әр минутын бағалайды. Қала тұрғындары оның өзгергенін байқап таң қалады. Бір күні көпірге қайта барғанында қарт жоқ болып шығады. Оның орнына тек бір шағын жазу қалдырылыпты. Уақыт, сыйлық. Оны дұрыс қолданған адам өмірін түзетеді. Ертеде байлығы асқан, бірақ мінезі қатал бір хан болыпты. Оның 3 қызы бар екен. Үшеуі де ақылды, көрікті, өнерлі болғанымен, хан олардың шынайы жүрегін сынап көргісі келіпті. Бір күні хан қыздарын шақырып алып, «Маған шын көңілдеріңмен қалай қарайсыңдар? Мені қалай жақсы көресіңдер?» деп сұрапты. Үлкен қызы: «Мен сізді әлемдегі ең асыл зат, алтыннан да қымбат сүйемін» депті. Хан қыздың жауабына риза болыпты. Ортаншы қызы: «Мен сізді күмістен де қымбат көремін» депті. Хан оған да риза болып, маңдайынан сипапты. Ал хан ең қатты жақсы көретін кіші қызы ойланып тұрып, «Мен сізді тұзды қаншалықты жақсы көрсем, дәл сондай жақсы көремін» деп жауап беріпті. Хан бұл сөзді қорлық көріп, «Тұз деген немене? Мен сонша тұздай ғана қадірі бар адаммын ба?» деп ашуланып, уәзірлеріне «Мынаны елден қуып жіберіңдер» деп бұйырыпты. Қыз ештеңе демей, көз жасын төгіп, елден кетіпті. Дегенмен жақсылыққа жолығып, бай әрі мейірімді бір кемпір шалдың үйінде тұрып қалады. Бірнеше ай өткенде хан үлкен той жасамақ болады. Ел жұрт жиналып, мол дастархан жайылады. Хан тағамдардың әрқайсысын аузына салып көрсе, дәмсіз. Сорпа дәмсіз, қазы дәмсіз, қуырдақ дәмсіз. Хан ашуланып, «Бұған не болды? Неге дәмсіз?» деп айқайлайды. Аспаздар: «Хан ием, сіздің бұйрығыңызбен бір күн бұрын тұзды түгел алып тастағанбыз. Тұз жоқ жерде дәм болмайды» дейді. Сонда хан кіші қызының айтқанын түсініп, «Қызым мені тұздай жақсы көремін дегені ең шын, ең таза сүйіспеншілік болған екен» деп қатты өкінеді. Хан елге жар салдырып, кіші қызын іздетеді. Арада біраз уақыт өткен соң, уәзірлер оны тауып, ханға алып келеді. Хан қызын көріп жылап жібереді. «Қызым, мен сені түсінбедім, мені кешір. Сенің сөзің ең дұрыс сөз екен» деп құшақтайды. Әкесі кешірім сұрайды, қызы кешірім береді. Хан қызын үлкен құрметпен сарайға қайта кіргізеді. Кейін кіші қызы ақылды, мәрт жігітке ұзатылып, ел ішінде тұздай таза жүректі ханша деп аталыпты. Бұл ертегі адамға ең керекті нәрсенің бірі тұз екендігін, яғни қарапайым, бірақ өмірге қажет құндылықтарды бағалай білу керектігін үйретеді. Кейде ең шынайы сүйіспеншілік ең қарапайым сөздермен жеткізіледі. Ертеде патшаның 2 қызы болыпты. Патша 2 қызын да жақсы көріп, қолынан келгенше оларды ештеңеден қақпай, қалағандарын жасап, айтқандарын екі етпеуге тырысады екен. Дегенмен де 2 қыз өсе келе мінездері өзгере бастапты. Бір күні білімді бір адам патшаға қонаққа келіпті. Патшаның қайғылы түрін көріп, себебін сұрапты. Патша: сұрама, күлмейтін бір қызым бар, дертін ешкім білмейді» дейді. Патшам: «Рұқсат етсең, сарайыңызға қонақ болайын. Мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін табармын» дейді жолаушы. Патша қуана рұқсат етіпті. Сол күннен бастап саяхатшы 2 қызды патшаның рұқсатымен жасырын аңди бастайды. Қараса, екеуі түнде жатар алдында жастықтарының астынан бір дәптер шығарып, бір нәрселер жазып, таңертең жазғандарын оқып, орындарынан тұрады екен. Саяхатшы бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін дәптерлерін алып оқыса, кіші қызы өзіне жасалған жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазады екен. Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсат алып, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. Таң атысымен патшаның үлкен қызы жастық астынан дәптерді алып оқыпты. Сарайдағылар екеуіне де бірдей қарағандықтан, ол дәптерде жазылғандарды жатырқамапты. Өзіне жасалған жақсылықтар есіне түсісімен, жүзі жадырап, қуанғаннан ән сала бастапты. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп,
өз құлағымен көзіне өзі сенбепті. Бірден саяхатшыны шақырып, бұны қалай жүзеге асырғанын сұрапты. Саяхатшы: «Патшам, өмір айна сияқты. Оның жақсы жақтарын ойласақ, бізге әдемі көрінер. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің жаман жақтарын ойлаған үшін бақытсыз болған», деп жауап береді. Патша үлкен қызын шақырып, оған енді дәптеріне тек жақсылықтарды ғана жазуға кеңес беріпті. Сол күннен бастап патшаның екі қызы да бақытты өмір сүріпті. Ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол Шайқы-бұрқа әулиеге келіп: «Мен 40 жыл бойы қан төктім. Зұлымдықтан басқа іс жасамадым. Енді тәубеме келдім. Не амал жасасам, Құдай күнәмді кешеді», деп сұрайды. Шайқы-бұрқы: «Жол шетіне жеміс ағашын ек. Өткен-кеткен жолаушылар саясына демалсын. Жемісін жесін, шөлін қандырсын», дейді. Қарақшы жолдың жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып, бақшаға айналыпты. Жолаушы дем алып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналады. Бір күні Шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып, қарақшының бақшасына кезігеді. «Бұл кімнің бағы?» деп сұрайды. «Бақтың иесі жоқ. Жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты», дейді. Шайқы әулие бақтың жемісін жеп, сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен. Төбесіне нұр тамшылап тұрады. Шайқы: «Ей Алла, бұл не хикаят? Қарақшының төбесіне нұр не үшін тамшылап тұр?» деп сұрайды. Оның еккен ағашының саясына сан адамдар келіп демалады. Жемісін жейді. Соның сауабы өзіне ақыретте өшпес азыққа айналды, дейді. Шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында: «Ағаш ексең, күнәң жеңілдейді», деп насихат айтыпты.